Студенттер, бүгінгі тақырыбымыз қатты денелердің аймақтық теория элементтері. Аймақтық теория дегеніміз қатты дененің кванттық теориясының кристалдардағы электрондардың қозғалысын сипаттайтын және металдардың, жартылай өткізгіштер мен диэлектриктердің заманауи теориясының негізі болып табылатын негізгі бөлімдердің бірі. Қатты дененің электрондарының энергетикалық спектрі еркін электрондардың энергетикалық спектрінен немесе жекелеген атомдарға жататын электрондардың спектрінен айтарлықтай ерекшеленеді. Ол тыйым салынған энергия аймақтары мен бөлінген жеке рұқсат етілген энергетикалық аймақтардан тұрады. Бор кванттық механикалық постулаттарына сәйкес, оқшауланған атомда электрон энергиясы қатаң дискретті мәндерді қабылдай алады. Яғни, электрондардың белгілі бір энергиясы бар және ол орбиталардың бірінде орналасады. Химиялық байланыспен біріктірілген бірнеше атомдар жүйесі жағдайында энергияның электрондық деңгейлері атомдардың санына пропорционалды мөлшерде бөлінеді. Бөліну өлшемі атомдардың электрондық қабықшаларының өзара әрекеттесуімен анықталады. Жүйе макроскопиялық деңгейге дейін жеткенде немесе одан әрі ұлғайған кезде электрондық деңгейлер саны өте үлкен болады. Ал көршілес орбиталарда орналасқан электрондардың энергиялары мен айырмашылығы сәйкесінше өте аз болады. Яғни, энергетикалық деңгейлер іс жүзінде үздіксіз дискретті жиынтыққа, энергетикалық аймаққа дейін бөлінеді. Алдарыңызда материалдың энергетикалық аймақтары көрсетілген. Олар өткізгіштік аймақ, тыйым салынған аймақ, валенттік аймақ деп бөлінеді. Өткізгіштік аймақты қызылмен көрсеткен, ал валенттік аймақты көкпен көрсеткен. Олардың арасындағы бос кеңістік тыйым салынған аймақты білдіреді. Материалдардың энергетикалық аймақтары материалдардың электрлік қасиеттерін сипаттайды. Жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерде К температурасында электрондармен толтырылған рұқсат етілген энергетикалық аймақтардың ең жоғарғысы валентті деп аталады, ал одан кейінгі энергетикалық аймақ өткізгіштік аймағы деп аталады. Алдарыңызда диэлектриктің энергетикалық аймақтары көрсетілген. Бұл диэлектрик ретінде алмаз алынған. Мына жерде 3 спектр көрсетілген. Біріншісі валенттік аймақты көрсетеді, екінші спектріміз тыйым салынған аймақты көрсетеді, яғни бос кеңістік, ал үшінші бөлік бұл өткізгіштік аймақты көрсетеді. Мына бос кеңістігіміздің ені материалдың электрлік қасиетіне байланысты өзгеріп отырады. Яғни, егер де мына ені бізде үлкен болған сайын, материалымыз диэлектриктік қасиетке жуықтайды. Ал мына тыйым салынған аймақтың ені кішірейген сайын, материалымыз өткізгіштік қасиеті жақсара түседі. Осы аймақтардың өзара орналасу принципі бойынша барлық қатты заттар 3 үлкен топқа бөлінеді. Біріншісі өткізгіштер, яғни өткізгіш аймағы мен валенттік аймағы өзара жанасып орналасады. Энергетикалық саңылау болмайды. Өткізгіштік аймағы деп аталатын бір аймақты құра отырып, электрон кез келген рұқсат етілген шағын энергия кезінде олардың арасында еркін қозғала алады. Келесі түрі диэлектриктер. Диэлектрик өткізгіштік аймақ пен валенттік аймақтың арасында энергетикалық саңылау болады, ал олардың арасындағы қашықтық 3 электрон вольттан көп болатын материалдар. Электронды валентті аймақтан өткізгіш аймағына ауыстыру үшін айтарлықтай энергия қажет, сондықтан диэлектриктер ток өткізбейді. Келесі түрі жартылай өткізгіштер. Аймақтары өзара жанаспайтын материалдар және олардың арасындағы қашықтық тыйым салынған аймақтың ені 0,1-ден 3 электрон вольт аралығында болады. Электрондарды валентті аймақтан өткізгіш аймағына ауыстыру үшін диэлектрикке қарағанда аз энергия талап етіледі. Сондықтан таза жартылай өткізгіштер токты нашар өткізеді. Тыйым салынған аймақтың мөлшері
Яғни валенттік және өткізгіштік аймақтардың арасындағы энергетикалық саңылаулар аймақтың теориялық негізгі шамасы болып табылады. Ол материалдың оптикалық және электрлік қасиеттерін анықтайды. Электронның валентті аймақтан өткізгіштік аймағына өтуі заряд тасымалдағыштарды генерациялау процесі деп аталады. Ал кері өтуі рекомбинация процесі деп аталады.